Ассалаумағалейкум, Тұрсын ағаның үйіне жаңа келген соң біраз видеолар түсірейін дедік. Бұл кісінің біраз емшілігін халық көрсін деген ниетпен. Одан бөлек, мынау молдалықтан бөлек шөп дәрілермен емдейді дедік. Мынау у қорғасын тұр, мынау құрт тамыр. Одан бөлек алтын қоңыздан дәрі жасап жатсыз. Осылар жайында айта кетсеңіз, қолдандыңыз, өзіңіз жасап жатқаныңыз бар, басқасы бар. Ассалаумағалейкум жамағат. Мына шөп дәрімен мына айналысып жатырмыз. Мінекей бір талай жыл болды. Мына алтын қоңызды мен дәрі жасаймыз. Мына алтын қоңыз менен де. Мына алтын қоңызды Нұрқадыл сатады мен барын. Енді мына дәрі бұл енді аяққа су өткен, терлеген, соған шипасы болады бұның. Мына көбінесе мына суықта тұрған әйелдер, ерлер тауға шыққан. Сондай адамдарға өте жақсы, мына аяққа жақсы. Аңшылар, аңшылар болсын мейлі. Мынау өзіңіздікі асқазан ішек жолы. Асқазан ішек жол, бауыр өт жолына жақсы, қан тазалайды. Мынау у қорғасында айтшысыз. У қорғасында айтпақшы, бір факт, бұл өте улы шөп, сол үшін у қорғасында. Бұның нормасымен ішпесе, адам қиын жағдайға тап болады. Сол үшін Тұрсын ағамыз 35 жылдан бері айналысады. Қытайдан келіп айналысты. Одан Қазақстанда 18 жылдан бері айналысып келіп жатыр. Сондықтан бұның рецептін өте жақсы біледі. Құс сойса да қасапшы сойсын дегендей, әр нәрсенің өзінің маманынан емделген дұрыс. Мына тұмауға, одан кейін мына тамақ ауырған вирус, анау не, ангина, мына буын ауырған бәрін соқты бұда шығарады бұда. Бұда өте жақсы бұның бағынан ішсе. Жақсартады адамды. Адамды да жақсарта береді. Бүйрекке де жақсы бұл. Бұндай шөп дәрілер көп, сахарға құрт тамыр бар дегендей. Сахарға да құрт тамыр бар мінекей. Басқа шөп дәрілер де бар ана. Жалпы шөп дәрі көп, ол сіздердің ауруларыңызға сай емделгілеріңіз келсе, жаңа WhatsApp-қа жазсаңыздар, болмаса маған жазсаңыздар, алтын қоңыз бар бәрін түсіндіріп беремін. Или Тұрсын аға нөмірін жібере саламын. 8-757-257-14-19 WhatsApp-қа жазсаңыздар, барлығын түсіндіріп беремін. Сол жақтан жаңағы мен есімім Нұрқадыл, осындай халық емдерімен Тұрсын ағалардан үйренгеніміз бар, басқа кісілерден үйренгеніміз бар емшілік жолында дегендей. Барлықтарыңызға ем болсын. Болды.